Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ПП паста дайындайтын боламыз. Достар, менің каналымда үнемі ПП рецепттер болады, сондықтан міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: тауықтың төс еті, фасоль, ірімшік, сүт, зәйтүн майы, тұз, бұрыш, сарымсақ және пастаға арналған осындай ұзын макарондар. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай турап, зәйтүн майына қуырып аламыз. Зәйтүн майын қоспай да, құрғақ табада қуыра беруге болады. Одан кейін стручковый фасолімізді да осылай дайын болғанға дейін қуырып алатын боламыз. Осы табаға тауықтың төс етін және суға піскен макаронды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Соңғы этапта сүтті құйып, жақсылап араластырамыз 1 минуттай. Одан кейін тұз бұрышын салып, үккіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шығамыз. Біздің тағамымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын, көрермендер.